Ойынға 2021 жылдан кейін қосылған топ 5 персонаждар. Бірақ қорықпаңдар, ол списокта Дмитрий мен Соня жоқ. Егер саған да олар ұнамаса, лайк басып маған жазыл. Топ 5-ші орында Найер. 2021 жылдың соңында қосылды. Персонаж навыкі вообще топ. Стена қойған сайын хпың тола береді. Хп демекші сол жылдың күзінде ойынға Леон қосылған. Оның навыкі басында сәл слави болды, бірақ қазір 60 хпыңды теп-тегін толтырып береді. Ал Free Fire 4 жасқа толғанына орай ойынға Тиваны қосты. Оны көбісі Соня Дмитрийлермен тілі бір дейді. Бірақ олар сияқты навыкі дисбаланс бермейді менің ойымша. Тимейтіңді Миясоның ортасында көз аш жұмғанша көтеріп аласың. Лентаны лақтырып кетпей, өзің барып жанында отырып адам сияқты көтересің әйтеуір. Топ 2-ші орынға легенда персонаж Скайлерді қойсам болады. Ол 2021 жылдың бастарында шыққан. Ол кездегі навыкі қандай болғанын олықтар білетін шығар. Ал қазірде сондай болғанда топ 1-ге қоюға тұрарлық болар еді. Ал топ 1-ші орында Татсуя персонажы. Free Fire'дың соңғы кездері шығарған санаулы ғана керемет персонаждарының бірі. Навыкі чоткий, бірақ та өкінішке орай оның да навыкын әр обнова сайын түсіріп жатыр. Ал саған ең ұнаған персонаж қайсы? Комментарияда жазып қалдыр. Және Free Fire ойнайтын болсаң, міндетті түрде жүректі қызартып, плюсті галочкаға айналдырып жібер.